Бүгін құрамына ешқандай да сливки, сүт қажет етпейтін, тек қана қайнаған сумен дайындалатын қолжетімді тортты дайындайтын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды аламыз, оның үстіне ас сода қосқышымызды салып, жақсылап араластырып, 3 жұмыртқамызды құйып, сосын қантымызды қосып, кішкене араластырамыз да, оның үстінен күнбағыс майымызды құямыз. Барлығы жақсы араласу керек. Мінекей бізде осындай қоймалжың масса пайда болу керек. Енді бөлек ыдысқа қайнап тұрған суымызды құйып, үстіне какаомызды саламыз да, оны да қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, жаңағы қою массамыз үстіне осы какаоны қосып, екеуін жақсылап араластырамыз қою массаға келгенше қыздар. Енді осындай формамызды аламыз да, қызып тұрған пешімізге 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Енді креміне кірісеміз. Кремі бізде өте жеңіл жасалады. Вареный сгущенкамен қаймағымызды жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей бисквитіміз дайын болды. Шпажканың көмегімен ортасы пісті ме соны анықтаймыз. Одан кейін 3 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей ортасына кремді жағып, корждарды бірінің үстіне бірін қойып, өз қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Енді мен үйдегі бар заттармен әсемдедім. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте оңай, қарапайым, өте дәмді, әрі сәнді болып шығады. Қол жетімді үйдегі бар заттармен жасалынады. Сонымен қатар құрғақ болып піспейді, жұмсақ өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, балаларыңызға 5-ші айне дайындасаңыздар, өте оңай торт. Видео ұнаған болса лайк басып, сақтап алып достарыңызбен бөлісіңіздер.